Hi, in today's lesson we learn about personal pronouns, есімдіктер. Personal pronouns, жеке есімдіктер. Subjective pronouns, қазақша бұны атау сөздігіндегі есімдіктер деп атаймыз. I, you, he, she, we, you, they. Мен, сен, ол, қыз, біз, сендер, сіздер, олар деген атау сөздігінде. Objective, subjective деп айтады, өйткені бұлар бастауыш ретінде қолданылады деген сөз. Objective, толықтауыш ретінде қолданылады деген сөз ағылшын тілінде. Бұл me, you, him, her, us, you, them осы сөздің барлығы бізде қазақ тілінде шығыс септігі және табыс септігінде екі түрлі есімдіктерге қолданыла келеді. Me, маған, мені, саған, сені, оған, оны, оған оны, бізге бізді, сіздерге сіздерді, оларға оларды деген. Possessive менің, мынау да менікі, мынау мен өзім деген сөз. Сенің, сенікі, сенің өзің. Бұларға біз жеке-жеке тоқталамыз келесі беттерде. Бүгін біз осы personal pronouns, жеке есімдіктердің жекеше түрін қарастырамыз. I, атау септігінде me, маған, мені, табыс септігінде my, mine, ілік, ол елік есімдіктер деп аталады қазақша. Myself, рефлекстік. You, your, yours, yourself. Сен, саған, сені, сенің, сенікі, өзің. Тағы да he, him, his, himself. She, her, hers, herself. Мына жерде екеуі бірдей болып тұр. Сен, саған, сені, және оның, оныкі бірдей болып тұр. Мына жерде оған, оны, оның дегенде бірдей болып тұр. Бұндай сөздер контекстке байланысты білуге болады, қай мағынада екенін. Мұнда қарастырамыз жеке-жеке. I, мен, my, менің. I am Anne, мен Аннамын. My name is Anne, менің атым Anne. My name, менің атым, менің есімім. I, мен Аннамын. Am деген to be'дің бірінші жақсы жекеше түрде жіктелуі, өткенде өткенбіз. Мына жерде де солай. I am 11, мен 11 жастамын. My hobby is sport. Менің қызығып жасайтын нәрсем спорт. Менің қызығып айналысатын нәрсем ол спорт. My hobby is sport. Hobby деген сөз сендер білесіңдер. I live in London. Мен Лондонда тұрамын. My city is London. Менің тұратын қалам Лондон. Менің қалам Лондон деген сөз. My, mine, менің, менікі. This is my cat. Мынау менің мысығым. This cat is mine. Бұл мысық менікі. This is дегенді бұл сөздер есімдігін өткенбіз алдыңғы сабақта. Және бұл жерде to be'дің жіктелуі үшінші жақ жекеше түрде. This is my cat. Міне pronoun есімдік. Бұл менің мысығым. Mine менікі деген сөз. This cat is mine. Бұл мысық менікі. This is деп тұр мына жерде де. That is my house. Сол арадағы деген сөз. Менің үйім. This book is mine. Бұрадағы кітап менікі. This book is mine. This is my friend. Бұл менің досым. That green car is mine. Анарадағы жасыл түсті жеңіл көлік менікі. That green car is mine. Me, менің, маған. Myself, мен өзім. My friend helps me. Менің досым маған көмектеседі. I always motivate myself. Мен үнемі өзімді жігерлендіремін. I always motivate myself.
Екінші сөйлем. My mom teaches me to cook. Менің анам маған тамақ дайындауға көмектеседі. My mom teaches me to cook. I learn to cook myself. Мен тамақ пісіруді өзім үйренемін. I learn to cook myself. My aunt visits me. Менің әпкем маған қонаққа келеді. My aunt visits me. I travel abroad myself. Мен шетелге өзім саяхаттаймын. I travel abroad myself. You, your, сен, сенің. You are Kate. Сен Kate'сің. You are Kate. Your name is Kate. Сенің есімің Kate. Your name is Kate. You are 12. Сен 12 жастасың. Your hobby is sport. Сенің сүйікті нәрсең спорт. Your hobby is sport. You live in Edinburgh. Сен Эдинбургда тұрасың. Скотланд деген ел бар, Шотландия, соның астанасы осы Эдинбург деген. Жазғанда осылай жазылады, бірақ айтқанда Эдинбург деп айтылады. Your city is Edinburgh. Сенің қалаң Edinburgh. Your, yours. Сенің, сенікі. This is your dog. Мынау сенің итің. This is your dog. This dog is yours. Бұл ит сенікі. This dog is yours. That is your office. Соғырдағы сенің кеңсең. That is your office. This notebook is yours. Бұл дәптер сенікі. Бұрадағы дәптер сенікі. This notebook is yours. This is your friend. Бұл сенің досың. This is your friend. That white car is yours. Ана арадағы ақ түсті жеңіл көлік сенікі. That white car is yours. Your, you, yourself. Сен, сені, сен өзің. Сен, саған десе де болады. Ол сөйлемге байланысты. Your friend helps you. Сенің досың саған көмектеседі. Your friend helps you. You always motivate yourself. Сен әрқашан өзіңді жігерлендіресің. You always motivate yourself. Your mom teaches you to cook. Сенің анаң саған тамақ дайындауға көмектеседі. Your mom teaches you to cook. You learn to cook yourself. Сен тамақ пісіруді өзің үйренесің. You learn to cook yourself. Your aunt visits you. Сенің әпкең саған қонаққа келеді. Your aunt visits you. You travel yourself. Сен өзің саяхаттайсың. You travel yourself. He, his. Үшінші жекеше есімдіктері. Ер адам жайында he is John. Ол John. His name is John. Оның есімі John. He is 20. Ол 20 жаста. He is 20. His hobby is football. Оның қызығып жасайтын, айналысатын нәрсесі football. His hobby is football. He lives in Cardiff. Ол Cardiff'те тұрады. Wales'тың астанасы. His city is Cardiff. Оның қаласы Cardiff. His. Екеуі де possessive pronouns. Иелік есімдіктер. Оныкі деген сөз. This is his cow. Бұл оның сиыры. This is his cow. These two cows are his. Бұл екі сиыр оныкі. These two cows are his. Оның екі сиыр бар екен, иә? Өте қызық. Екі сиыр болған жақсы ғой. That is his farm. Андағы оның фермасы. That is his farm. This farm is his. Осы ферма оныкі. This farm is his. This is his tractor. Бұл оның тракторы. This is his tractor. That truck is his.
ана арадағы жүк көлігі оныкі. That truck is his. Трактор деген бізде де бар. Трактор деген осы сөз. Truck ол жүк машинасы. His, him, himself. His friend helps him. Оның досы оған көмектеседі. His friend helps him. He always motivates himself. He always motivates himself. Ол әрқашан өзін өзі жігерлендіреді. His dad teaches him to drive. Оның әкесі оған көлік жүргізуді үйретеді. His dad teaches him to drive. He can't learn to drive himself. Ол өзіне өзі көлік жүргізуді үйрете алмайды. He can't learn to drive himself. His uncle visits him. Оның көкесі оған қонаққа келеді. His uncle visits him. He travels himself. Ол өзі таяқтайды. He travels himself. She, her. Үшінші жақ жекеше түр. Қыздар жайында. Transcription she деген айтылуы. CH-тің осы transcription. She ол, her, оның. She's Janet. All Janet. Her name is Janet. She's 15. Her hair is long. Ол 15-те. Оның шашы ұзын. Her hair is long. She lives in Belfast. Ол Белфастта тұрады. Белфаст деген солтүстік Ирландияның астанасы. The capital of the Northern Ireland. She lives in Belfast. Her city is Belfast. Оның тұратын қаласы Belfast. Оның қаласы Belfast. Her, hers. Оның, оныкі. This is her flat. Мына оның пәтері. These bags are hers. Осы сумкалар оныкі. These bags are hers. Those are her shoes. Сорадағылар оның туфлилері. Those are her shoes. This lipstick is hers. Мына ерін бояғыш оныкі. This lipstick is hers. This is her dress. Бұрадағы оның көйлегі. This is her dress. Those flowers are hers. Анарадағы гүлдер оныкі. Those flowers are hers. Her, оның, оған. Herself, оның өзі. Her friend helps her. Her friend, оның досы, helps her, оған көмектеседі. She always motivates herself. Ол үнемі өзін жігерлендіреді. She always motivates herself. Her dad teaches her to drive. Оның әкесі оған көлік жүргізуді үйретеді. Teach, үйрету деген сөз. Drive, жүргізу деген сөз. She can't learn to drive herself. Ол көлік жүргізуді өзі үйрене алмайды. She can't learn to drive herself. Her uncle visits her. Өзінен кейін дауысты дыбыс келген кезде айтылады. Сонымен бұны жылдам айтқан кезде оны арды айтамыз. Her uncle visits her. She travels herself. She travels herself. Қазақшалар жазылған. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз тамам. Келесі сабаққа дейін сау болыңдар. Until next lesson.